Сәлем достар, араларыңызда досымен бірге бизнес ашқан немесе жоспарлап жүргендер болса, экранға жақын отырыңыздар. Бүгінгі сабақта біз сіздермен досымен бірге бизнес ашудың кемшіліктері мен артықшылықтарын талдайтын боламыз. Сондай-ақ не доссыз, не бизнессіз қалмаудың жолдарын қарастырамыз. Дайынсыздар ма? Кеттік. Бәріміз білетіндей, достар деп ортақ көзқарастары бар. Уақытты бірге қызықты әрі пайдалы өткізетін адамдарды айтамыз. Сондықтан болар, досыңмен бірге бизнес бастаудың екі жаққа да қолайлы болуы осыдан. Біріншіден, сен ол адамды ұзақ уақыт бойы танисың. Және де оған сенесің, оның кез келген ситуацияда өзін қалай ұстайтынын білесің. Екіншіден, сіздердің қабілеттеріңіз әртүрлі болуы мүмкін. Мысал үшін, біреулеріңіз мықты құрастырушы болсаңыздар, екіншілеріңіз мықты сатушы шығарсыздар. Және сол міндеттерді басынан бастап бекітіп алғандарыңыз жөн болар. Үшіншіден, ортақ капитал, яғни бизнес ашқанда капиталды бірге қосылып салуларыңызға болады. Енді басты кемшіліктеріне тоқталсақ, медальдің екі жағы бар, иә? Сол сияқты досыңмен бірге бизнес бастаудың да айтарлықтай кемшіліктері бар. Біріншіден, ойларыңыздың әртүрлі болуы, немесе мақсаттарыңыздың бір жерден шықпауы үлкен проблемаға алып келуі мүмкін. Екіншіден, басшылыққа деген талас, яғни эгоның бірінші орынға шығып кетуі. Бұл құрамадағы қызметкерлердің әртүрлі ойлауына да алып келіп, кейін бір үлкен конфликттің тууына себепші болады. Және де ақшаның бірінші орынға шығып кетуі, және ол үшін таластың пайда болуы құрдымға алып келеді. Осындай жағдайлар орын алса, серіктестердің екі жаққа тарап кетуі абзал. Бастапқыда досым екеуміз университет қабырғасында түрлі шаралармен айналысып жүрдік. Кейін мен бір тың жаңа дүниемен айналысу керек екенін сезіп, сәуір айынан бастап біз Инстаграмға қызықты видеолар жүктеуді бастадық. Ол кезде Вайнның не екенін, қалайша Вайн түсіру керектігін білмейміз, инструменттері жоқ. Бірақ уақыт өте келе көрерменнен кері байланыс алып, лайк, қаралым саны, комментариялар өсіп, жарнамаға да сұраныс түсе бастады. Дәл сол кезден бастап біз өзіміздің хоббиімізға бизнес ретінде қарауды бастадық. Басында әрине қызық, досыңмен бизнес аштық, күшті жұмыс істеп жатырмыз, бірақ кез келген жағдайда өзінің қиыншылықтары туады. Дәл қазір мен өзімнің тәжірибемнен алынатын не доссыз, не бизнессіз қалмаудың әдістерін айтатын боламын. Бірінші, идея. Идеяны бірге ойлап табыңыздар. Ортақ идея, ортақ миссия бұл ақшадан да жоғары мотиватор. Бизнесті досыңмен бастағанда екеуің бір-біріңсіз жұмыс істей алмайтын организмдей болуларың керек. Екінші, лидер. Соңғы шешімді қабылдайтын адамды анықтап алыңыздар. Себебі бизнесте бір ғана адам шешуші рөлді атқарады, ал екіншісі онымен келісу керек. Әйтпесе, дау-дамайдың бәрі осыдан туындайды. Және де ең маңыздысы осы процесті басында, яғни жағада тұрғанда шешіп алыңыздар. Естеріңде болсын, кімде-кім лидерді қасиеті басымырақ, сол адам басты рөлді атқару керек. Үшіншіден, барлығын заңдастырып алыңыздар. Әрине, сенім деген бұл күшті зат, бірақ заң барлығына бірдей. Сондықтан кез келген құжаттарыңызды алдын ала заңдастырғандарыңыз жөн. Екі немесе одан да көп адам болып бизнес ашсаңыздар, жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашқандарыңыз дұрыс. Төртінші, міндеттерді бөліңіздер. Шағын бизнесте жүргенде барлығын бір адам істеу мүмкін емес, сондықтан міндеттерді бөлген дұрыс. Мысалы, біздің топта біздің жеке қасиеттерімізге байланысты мен шығармашылық жұмыспен айналысамын, ал досым әкімшілік, ұйымдастырушылық жұмыстармен айналысады. Және әркім өзінің жұмысын жауапкершілікпен атқарса болғаны. Бесіншіден, өзгерістерге дайын болыңыздар. Бизнесті бірге бастағаннан кейін артынан бөлініп кетеміз деген ой болмайтын шығар. Бірақ түрлі жағдайлар болады. Сол жағдайларға сіздер бейімделе білулеріңіз керек. Мысал үшін, жалғыз жұмыс істеуге де. Біздің өзіміздің тәжірибемізде бізге үлкен жоба келгенде досым бір жағдайлар туып жобадан кеткен еді. Түсініксіз жағдай, жұмыс көп, жауапкершілік бар. Дәл сол кезде мен жобаға ребрендинг жасауды шешкен болатын. Жоғарыда көрсеткенде досыңмен бірге табысты кәсіп ашу үшін оны заңдастыру керек. Сонымен
заңды тіркеудің түрлі тәсілдері бар. Оның ішінде біз білетіні бұл жауапкершілігі шектеулі серіктестік және де жеке кәсіпкерлік. Олардың қайсысын таңдаған жөн және де оның айырмашылығы мен артықшылықтарын бірге талдайық. Окей, жеке кәсіпкерлік бұл өз бетінше қызмет ететін адам. Оны тіркеу үшін 20 минут уақытыңыз керек және ешқандай ақша салмайсыз. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік бұл бірнеше адамнан құралған ұйым, фирма немесе компания. Оның бастапқы капиталы болады және де оны болашақта мұрагерлікке қалдырып кетсеңіздер де болады. Салық жағынан салыстыратын болсақ, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің салығы жеке кәсіпкерлікке салыстырғанда жоғарырақ келеді. Біз жобаны досым екеуміз бастағандықтан бізге жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашу тиімді болды. Капитал салынды, жұмыс басталды, кейін досым жобадан шығып кетті. Осы жерде менде қорқыныш пайда болды, себебі біз басынан бастап 50-50 істеген едік. Әрине бұл менің қателігім, менің білімсіздігімнен кеткен қателік. Себебі компания ашу керек болды, біз аша салдық. Мысалы, ол кезде пайыздың жартысын қалдырып, жартысын инвесторға сатып жіберу деген сияқты идеялар бізде болған жоқ. Ал қазір осы саладан білім көбейгеннен кейін облигация немесе 0,000% біреуге сатып жіберу деген сияқты идеялар келді. Айтпақшы, кейін досым жобаға қайтып келді. Менің берер кеңесім, егерде жұмыс өте ауқымды болатын болса, онда жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашыңыздар. Бірақ оның алдында сол саладан білім жинаңыздар, белгілі бір адамдармен кеңесіп алыңыздар, сосын компания ашсаңыздар болады. Бүгінге осы біз берген кеңестерді ұмытпаймыз, үй тапсырмасын дұрыстап жасаймыз, мына жерді өзгертеміз, миллионер боламыз. Кейін маған алғыс айтуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақсұлтан Қалиев, кездескенше.